Сәлем достар, подписчиктерім, қош келдіңіздер. Бүгінгі күніңізді комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін мен Диана және Тока Бока. Сіздерге бүгін 3 сериядан тұратын, немесе 2 сериядан тұратын видео түсірмекпін. Ол видеоның аты түрмеден қалай қашып шығамын. Түрмеден қалай қашып шығамын деген не рубрика сериядан тұрады, 2-3. Осы видеоны көрмес бұрын маған подписаться, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Мен сіздерді I love you. Мен қазір түрмеден қалай қашып шығамын уже ойластырдым, бәрін ойластырып қойғанмын, былай түсіремін, бүйтемін деп. Соны қазір көрсетем. Ал біз видеомызды бастаймыз. 3-9-19 біз бастаймыз. Міне достар, мына ойым, менің ойымша уже ұмытып қалдым мен қайсы екенін. Кіріп көрейік. Енді сіздер жақында осыдан сіздер Тока Боканы көп көреді екенсіздер. Маған Тока Бока көргендердің сынап қалды. Енді Тока Боканы көресіздер деп сіздерге салбайын деп тұрмын. Ал енді маған подписаться және 4-5 достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Жақында мен уже шөпкемді дайындаймын мектепке деген видеоны күтесіздер. Алда біз қазір ауылда жүрміз. Енді қазір Тока Бока түсіргелі отырмыз сіздерге. Мені түрменің өзі сіздерге мен ойнағанмын, сондықтан қалып қойған. Қазір бәрін дұрыстап неге түрмеге отырған бәрін көрсететін болам. Міне достар, осындай, мына қыз сөзге келіп, төбелесіп жатқанда полицияға ұстап алады оларды. Сосын оның қасында осындай досы болады. Мына өте қу, мынау шамалы андайлау, бірақ ол досын жақсы көргенде досын құтқаруға тырысатын болады. Ал мұның ешкімі жоқ, бұл мейірімді, өте сыпайы қыз. Сол, енді біз түрмеде уже кездесіп сотқа баратын боламыз. Кәне, отырамыз. Сендер тұрасыңдар. Тәлімгерлері отырамыз. Ал біз бастаймыз. Бірінші сөз көкте. Ол мені жынды қылып итере жіберді, білмеймін. Тағы айт. Ол өте жаман, мен оны бұрыннан бері білетімін. Сен? Жоқ, мен ештеңе істеген жоқпын оған. Мен қызға тартып болғым керек. Сен? Ол өтірік айтады. Оны түрмеге қамаңыздар. Сен ше? Не істеймін енді? Білмеймін. Не істеу керектігін. Екеуің де түрмеге отырасыңдар. Барыңдар тез. Енді сендерді апарам. Бұндай өтірік сөздеріңді естуге менің тиіс емеспін. Блин. Именно неге сені? Болмайды ғой, сот өкілі. Барлығы да болады. Ол тиісті жазасын алмаса, ол өте жаман қайғыда болады. Ой, жыным кеп тұр. Шен. Болды, барлығын жиыңдар. Барып отырыңдар енді. Сендерді қамайын. 2 бөлмеге емес, 1 бөлмеге қамайын екеніңді. Ал кіргіз. Семен тұрғым келмейді. Ойбай, семен кім тұрғысы келеді? Мен барлық құтқарылады екен, біздің ақшамыз көп. Мен айттым, бітті, 2-ші жаттам, сен қайқа жатсаңда маған бәрібір мен ұйықтаймын. Соның ба, мен де ұйықтаймын. Болды, бара берсең болады. Мен нақты күтемін, ол болғанша, ол менің өткен досым. Оны күте алмайсыз 5 жыл бойы. Күте аламын. Сөйтіп осылай қараңғы да батып кетеді. Ал кейбір мына бұзақы қыз қараңғыдан өте қатты қорқады.
Сондықтан ол отыра алмайды. Ана тәте көзі ілініп бара жатады. Бірақ оның көзі ілмеу керек. Бірақ ол көзі ілініп бара жатқан жерде ұйықтап қалады. Оны Сотокөлі білмей қалады. Сөйтіп мына досы оны құтқаруға келеді. Ол қараңғыда қорқады ғой. Мен оған барып келейін. Қалай жасам болады? Міне, болды. Жасмина. Қорықпа, болды, мен келдім. Міне. Ана қызды оятып алмашы, айтпасам. Не болатынын білмеймін. Қазір біз қашуға жол іздеуіміз керекпіз. Әрине, бірақ қалай? Кәдімгідей, бірақ өзім де білмеймін. Бір жер ашық шығар, сол жеріне өтейік. Онда ізде бүкіл жерді. Кеттік іздейік. Онда светімді сөндірейін, да? Іздеп қайтайын. Басқалар ұйықтап жатыр ма екен? Тағы көріп алайыншы. Ұйықтап жатыр екен. Сотокөліне байқап шығайық. Тесік жерлер бар емес пе екен? Жоқ сияқты. Естерімді білмеймін мен. Сондай заттар бар екен. Бізде іздеу керек заттардың барлығын. Байқап іздейік бірақ. Мына жақта жоқ сияқты, Жасмина. Естерімізді білмей отырып қой енді. Түсінбедім түкте. Бірақ қашуға жол болу керек еді ғой. Тәк, кім аяқта шулап жатқан? Тығыл, сен тығыл. Шкафтың ішіне тығыл қаласың ба? Тығылайсың ба? Так. Сен бар бұл жерге тығыл. Мына жерге отыр. Ай, мен ғой сөйлесіп жатқан телефоныммен. Болмай ма? Болды. Тыныш отыр енді. Түнде осының бәрін бітіруіміз керекпіз. Жақсы сонда. Не істеріміз білмейік, әйтеуір іздеуіміз керекпіз. Достар, сіздерге бірдеңке айтайын. Екінші сериясын менің арнама кіріпсеңіздер, екінші сериясы тұрады. Және басқа да тока-пукалар мен челленджер влогтар тұрады. Соларды көріңіздер. Тез. Ал біз келесі серияда жалғастыратын боламыз. Сау болыңыздар.